Саламатсыздар ма? Бүгін біз өздігінен медстраховканы төлеуді үйренетін боламыз. Яғни сізде ешқандай жұмыс орны және де ИП болмаған болса, бірақ та медсақтандыруда сақтандырылып тұруыңыз үшін осылай төлеуді бастай берсеңіздер болады. Мысалы, бұл қандай қажеттілікке байланысты дегенде, кейбір ауруханалар, кейбір поликлиникалар сіз тіркелген, яғни жүктілік бойынша тіркелсеңіз, сізден соңғы 6 айға сақтандырылуын талап етуі мүмкін. Сол үшін сол жағдайда осылай төленеді. Сізде егер ИП болмаса, немесе ешқандай жұмыс орныңыз болмаса, сіз уже сақтандырылмаған болып есептелесіз. Сәйкесінше сізден кейбір больницалар, кейбір поликлиникалар сұратпайды, бірақ та десе де кейбір жағдайда ғана сұратуы мүмкін. Сол кезде осылай төлейсіздер. Ол үшін мұнда Каспий приложениеге кіресіз, платежи бөлімін таңдайсыз, все дегенді басасыз. Осы жерде штрафы и налоги бөлімін таңдайсыз. Сәйкесінше бұл жерде штрафы, налоги, платежи для ИП и астында отчисление для самозанятых деп тұр. Осыны таңдайсыз. Для самозанятых екінші тұр. Ортасында взносы на обязательное соцмедстрахование. Осыны таңдаймыз. Выберите тип плательщика. Самостоятельный плательщик. Осыны таңдайсыз. Период оплаты. Қай айға төлеуіңізді талап етті, сол айларды таңдап төлеп шығасыз. Мысалы, 2022-нің июнінен бастап төлеп шық деп егер сізге талап етілсе, онда сәйкесінше 2022 жылды таңдайсыз. Июн, окей. Мына жерге иініңізді жазасыз. Продолжить. Міне, сол кезде 2022 жылдың міндеттелген төлемдері бойынша кез келген азамат немесе азаматша өзінің медициналық сақтандыру қорына самостоятельный плательщик ретінде, яғни өз бетінше төлеуші кісі ретінде 3000 теңге төлей алады. Ол өзі автоматом шығып тұрады. Суммасы өйткені бұл республика ішінде осылай бекітілген сумма. Одан кейін сіз егер 2023-дің айларына төлейтін болсаңыздар, бұл сумма 3500 теңгені құрайды. Ары қарай выбрать счет для оплаты деп, продолжить деп төлеп жібересіздер. Қатты қиын емес. Осылай әр айға төлеп шығасыз. Егер сізге 6 ай деп айтатын болса, өздері айтады, егер сізге төлеу керек болса, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь болуы мүмкін. Солай каждый айға жеке-жеке төлеп шыққан дұрыс. Өйткені базада да ол жеке-жеке айларыңыз төленген болып көрініп тұрады. Болды осылай. Рахмет.